Қызылорда қаласында қылтимадан секірген белгісіз азамат сергек бейнекамерасына түсіп қалды. Аталған азаматты ұры деп таныған аула тұрғындары дереу милиция шақырған. Оқиға орнынан тілшіміз. Мен негізі үйде баламен отырған адаммын. Жана күйеуімнен шай тамағын беріп, жұмысқа шығарып салып болдымда, біреу есік тұрады, ашсам бір жас бала тұр. Апа, ақыл батыл ойын жарнамалап жүредім. Неше тегін скачать етіп аласыз да, ойнайсыз. Айфон ұтып аласыз, неше түрлі сыйлықтар ұтып аласыз. Жанағы шетелге путевка дегесін, кіре ғой дедім енді. Сөйтіп, бүйтіп көрсетіп атты телефоннан. Жана қолында баланы, қайдым сен мұнаны ұстай тұр дедім, жана ойынды қарап тұрған сол еді. Ана бала азамен әкесімен жазып қатық ішіп алған. Бартта ана жарнамалап жүрген жігіттің үстіне құсып жіберді. Ойбу, ұят болды ау. Әкелінде шеш рубашканы жуып берейін десем, жоқ, апа, қажет жоқ деп. Қой енді өстіп жүресің ба деп, ақыр рубашкасын алып ванныға кіріп жуып атқан сол еді. Кірсем жа япышамай тұр, голый, шалбарын сүртіп бүйтіп. Маған қарап, ассалаумалейкум деп жымият. Жерге қараймын, жердің бәрі аппақ тамшылар бірдеңе. Сөйтіп ваннадан салдырап суағып тұр, сылдырап. Қатыным, інім-ай, мына ойының жақсы екен, маған қатты ұнап қалды. Мынауың рахат қой, еще сыйлықтар береміз дейсіңдер ма? Түнімен жатып алып ойнайтын екен, я дейді. Сонымен мынау жақтан, я апа, неше түрлі адаммен болады, даже дәулеттенмен көрсеңіз болады дейді. Әкең ауысың сен ешқайда кетіп қалма деп есікті құлттап алдым да, кілтті қалтама салып алып, ваннаға барып қатынды сабадым. Мен бұл қатынды асырап әлекпін, бұның істеп жүргенін қара. Сөйтіп шықсам, ана балконнан простынямен беріп секіріп қашып кетті. Сөйтсем, енді біліп отырып қана уже ақыл батыл деген ойынның рекламщик екенін ана баланың. Мен еще ана Дәулеттеннің инстаграмына жазғанмын ғой. Менің қатыныма жолығаныңды көрейін деп ана Дәулеттенге ше. Сөйтіп менің қатынымды да көрсеттіңдер енді бүкіл елге ал. Ана звездаларға ұқсап, бізде көтеріліп алып, бүкіл елге көрсетейік ал қатынымызды. Бүкіл үрім бұтағым жариялап, өмірімді мал қылыңдар енді. Қызғаншақ ақыл қызы Абиузбек Батылов, ПТК арнасы.